көріп отырсыз да. Сіздің артыңызда неше гектар жеріңіз бар? Бір жерден бір жерге көшу, орын алмастыру деген оңай шаруа емес, қиын. Отбасыңыз, бала шағаңыз қалай қабылдады бұл көшті? Солтүстік Қазақстан облысына көшіп келген кезде дәл өзім қорада тұрсам да разы болатынмын. Көшіп келген азаматтардың 90% қайтып көшіп кетіп жатады деген әңгіме бар. Арман мырза, өзіңіздің аулаңызда 10 ағаш егіп, соның 7-еуі гүлдеп, жемісін беріп тұрса, сіз үшін жетістік пе? Жетістік? Бізде 10 адамның 7-еуі қалып отыр. Бұл жетістік пе? Жетістік. Кемпір шалып жинай бергеннен гөрі бізге жас азаматтар керек қой. Өйткені біз не үшін істеп отырмыз бұның бәрін? Болашақ ұрпақ үшін істеп отырмыз. Ресейдегі қазақтарымыздың бір шамасы ер азаматтар соғысқа барып қырылып қалып отыр. Мүмкін сол шетелде қазақтар форпост ретінде сол жерде тұрған дұрыс па екен? Өзің қалай ойлайсың? Сен мұны Адырнаны осы мықты деңгейге жеткізу үшін қаншама жерде тер төктің сен? Қаншама қателіктер жасадың? Сақал қойып жүруіңіздің себебі неде? Рабочий, не рабочий деген сияқты ғой. Мен сақалым істемейтін сақал. Белгілі бір деңгейде діни жаңағы статус беріп, белгілі бір идеологиялық тұрғыда статус беріп, ештеңе керек емес. Бұл бір Бураханның басындағы шәпкі деген сияқты. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Рахмет сіздерге. Лайк басып таратып отырыңыздар осы видео. Армысыздар, Адырна ұлттық порталының көрермендері. Бүгін бізде қонақта осы көш-қон мәселесін көтеріп жүрген, солтүстікке көш мәселесін елге жеткізіп жүрген қоғам белсендісі Бурахан Дахановпен сұхбат. Бурахан мырза, Адырна эфиріне қош келдіңіз дейміз. Хал жағдайыңыз жақсы ма? Армысыздар, құрметті ағайын. Арман мырза, сізге де үлкен рахметіміз бар. Рахмет сіздерге, осылай біздің солтүстікке ақындар мен батырлардың келді қасиетті Қызылжарға келіп, осындай бір уақыт арасында келіп сұхбат алып жатқаныңызға сізге көп ризашылығымызды білдіреміз. Рахмет сізге. Бурахан, енді жақында ғана өзің білесің, ұлттық құрылтай өтті, 5-ші құрылтай Қызылорда қаласында, сыр елі, жыр елі дейді. Сол құрылтайға деген көңіліңіз толды ма? Ондағы мәселелерге, көтерген мәселелер қандай ой түйдірді сізде? Осы туралы бір аз-кем пікірлессек. Жалпы негізі құрылтай болды Қызылорда қаласында. Бұл шатаспасам 5-ші құрылтай болды ғой деймін. 5-ші. Сіз өзіңіз білетіндей, осыдан заманда ең бірінші құрылтай болған кезде, Ұлытауда, олар жұртқан Ұлытау даласында құрылтай болған кезде, мен осы солтүстік Қазақстаннан шығып, құрылтайға қатысам деп солай бір ниет еткен болатын, бірақ өкінішке орай ол құрылтайға қатысуға мүмкіндігім болған жоқ. Жалпы негізі құрылтай деген дүниені мен өзі бір бұрын кішкене мүмкін жаңағы кішкене көзқарасымыздың төмендігі болғаннан шығар, аса бір жақсы түсінбеген едім. Мен осы бір Фейсбукта да бір-екі рет жазып жаңағы неге депутаттар, сенаторлар егер бұл құрылтайда сөз айтатын болса, неге олардың өздерінің жаңағы алаңдары жетіспей ма деген сияқты бір-екі рет сыни пікірлер айтқаным бар еді. Бірақ осы соңғы болған іс-әрекеттерден осы құрылтайға байланысты мен өзімнің бір сәл-пәл болса да қателесіп жүргенімді түсіндім. Өйткені бұрын мен бүйтіп ойлайтынмын. Енді мысалы сенаторлардың өз алаңы бар. Депутаттардың, мәжіліс залының өз алаңы бар. Яғни сондай ұлттық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі мәселелерді көтеретін өз алаңдары бар. Сосын мен ойладым, неге құрылтай деп жеке алып шығып, жеке алаң болу керек деген сияқты менде түсінік болды. Өйткені өздеріңіз білетіндей, 2-ші, 3-ші, 4-ші құрылтайларда көбінесе жаңағы ұсыныс айтқандардың бәрі депутат мәжіліс депутаттары болды, сенат депутаттары болды, оны өзіңіз білесіз. Осындай бір кішкене қысқа түсінікте болғаным рас. Бірақ осы соңғы құрылтайда мен біраз нәрсенің өзгергенін түсіндім. Жалпы негізі заманда өзіңіз білетіндей, енді мен бір аса бір қатты қырып бара жатқан саясаткер де емеспін. Жалпы өзімнің енді солтүстікке көш мәселесі. Енді жалпы кез келген нәрсе саясат қой.
Бірақ енді бұған көзқарасым туралы жалпы енді кезінде Нұрсұлтан Назарбаев заманында Назарбаев бүкіл билікті өзінің қолына жинауға тырысты. Бүкіл билікті өзі қолына жинауға тырысты. Тіпті сол замандағы Нұр Отан ол партия емес, кәдімгі енді мемлекеттік аппарат болатын. Жалпы да. Ол бар жағынан жаңағы атқарушы билікте де, заң шығарушы билікте де бәрінің өзінің қол астына жинауға тырысқан болатын. Бірақ енді жаңағы жаңа Қазақстан дейміз, сондағы бір идеологиялық түсініктің бірі ол билікті әртараптандыру болатын. Яғни мен соңғы құрылтайдан кейін барып ақырындап бүйтіп ойланып қарадым, сонда мен бірдеңеге көзім жетті. Жалпы қазіргі уақыттағы мына осы құрылтай мәселесін жасап, тағы басқа дүниелердің ұйымдастырып жүргені, ол бір жаңа Қазақстанға деген бір қадам ретінде түсініп отырғаным рас. Енді қараңыз, заманда Назарбаевтың кезінде, сіз білесіз ба, вице-премьер-министр, вице-президент Асанбаев болды, Ерік Асанбаев. Одан кейін 1996 жылдары Нұреке өзінің күшіне мінгеннен кейін вице-президенттік қызметті жаңағы босатты да, одан кейін күшті алып парламентке берді. Бірақ парламентті одан сайын әлсіретіп, парламентті екіге бөлді де, мәжіліс қып, сосын сенат қып бөлді. Жалпы негізі заңи түсінікпен, көзқараспен қарағанда екеуінің жаңағы мүмкіндіктері бірдей болғанымен, бірақ аға палата, төменгі палата және жоғары палата деген түсінік болды. Яғни, мысалы, мәжіліс шығарған заңдарды, жоқ, мәжіліс негізгі алып жұмыс жасаған заңдарды сенатқа беріп отырды. Сенат ары қарай оны қарап, пысықтап, егер шынымен көңілдерін шықса, оны президентке жіберетін. Бізде осындай система болды ғой осы уақытқа дейін. Әмбе сенаторлардың вето жасайтын мүмкіндіктері болды. Яғни мәжіліс депутаттарының жіберген заңдарын, яғни қабылдамай тастауына да мүмкіндік болды. Және мен ойлаймын, осы бір уақыттарда, мына қазіргі уақытта біздің жаңағы оң емес, сол жамбасымызға келетін кереғар заңдардың қабылданып кетуінде де осы бір уақыттарда үлкен себеп болса керек. Өйткені сенаторлардың заманында жаңағы лоббилық, яғни белгілі бір байманаптардың, үлкен бизнесмендердің немесе бір шенеуніктердің ойлаған ойларын сенаторлар арқылы, лобби арқылы белгілі бір заңдарды, мысалы жаңағы утиль сбор болсын, сондай дүниелердің кіріп кетуіне сеп болды деп ойлаймын. Ал қазір мысалы қарап отырсаңыз, құрылтайда, соңғы болып отқан құрылтайларда, оның ішінде сенаторлар да бар, оның ішінде депутат бар, басқа да сала өкілдері бар, бәрі бір деңгейде отырды. Яғни менің түсінігім бойынша 5 жылдан бұрын басталған осы бір түсінік, яғни құрылтайды бір тараптандыру, яғни ол жердегі жаңағы сенаторлардың мүмкіндігін кәдімгі мәжіліспен теңестіру, яғни бір палаталы жаңағы парламент болу деген дүниенің сол 5 жыл бұрын басталғанын мен қазір енді артынан бүкіл жаңа картинаны, суретті толығымен көріп отырғаннан кейін мен сөйтіп түсіндім. Енді нәтижесінде не болады? Нәтижесінде қазір заң қабылдау процестері анағұрлым жеңілденеді, яғни уақыт. Бұрын былай болатын, мәжілісте қабылданған заң, жоқ, мәжілісте жаңағы жасалған, дайындалған заң сенатқа өтетін, сенат оны белгілі бір уақытта қарайды, сосын президентке жібереді, сосын президент бәрі қол қойған, ол заң қабылданады. Солай болады. Ал қазір орта жолдағы делдал сенат бұл қысқарғаннан кейін, яғни мәжілістегі депутаттар бірден президентке өтіп, ол заңның қабылдану мүмкіндігі өте жоғары деңгейге жетеді деп ойлаймын. Енді жалпы Фейсбукте де көптеген енді өзіміз сияқты жаңағы бола алмай қалған саясаткерлер көп жазып жатырмыз ғой енді бәріміз. Бұл нәрседен көп нәрсе өзгермейді. Бірақ мына нәрсені ұғуымыз керек. Біз өте жас мемлекетпіз. Біз 35 жастағы мемлекетпіз, шыны керек. Енді сіз де енді өзіңіздің 35 жасыңызда бөлік болдыңыз ғой. Сол сияқты біз қазір өте жас мемлекетпіз. Бізді жаңағы Германия немесе жаңағы үлкен Америка, Жапония, Қытай мемлекеттерімен салыстыру жалпыда заңи, жаңағы конституция мәселесі бойынша, демократия мәселесі бойынша салыстыру ол абсурд деп білемін. Біз жаңа мемлекетпіз. Сол себепті көш жүре түзеледі деген мен түсініктемін. Яғни қазіргі уақытта осындай жасалған өзгерістер, ол 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, 20 жыл, 30 жыл болсын, бұл бізге өте бір жақсы мүмкіндіктер алып келеді деп ойлаймын. Яғни
қазіргі уақыттағы мына құрылтай мәселесінде айтылған, құрылтай мәселесінде шешілген дүниелер бұл билікті халықпен бөлісудің бір жолы деп ойлаймын. Мысалы вице-президент, мысалы заманда бізде, Назарбаевтың заманында бізде бір супер президенттік режим болды. Сіз оны өзіңіз білесіз. Яғни бәрі президентке бағынады. Президент өзінің билігімен бөліскен жоқ. Мүлдем. Дәл қазіргі уақытта Тоқаевтың заманында қазір вице-президент деген пайда болады. Яғни ол президент өзінің жаңағы мүмкіндіктерімен, өзінің әл ауқатымен бөлісіп тұр деген сөз. Яғни және парламенттің күшеюі, одан кейін мына партияларының бөлініп әртараптандыруы біздің болашақта демократияға деген үлкен бір жақсы қадам. Ассамблея өз несі атауы, енді атауы өзгерді ма, әлде шын мәнінде жойылды ма? Енді ассамблея ұғымы кетті ғой. Тарихқа осы жолы енді анық белгілі болды. Халық кеңесі пайда болды. Құрылтайдың орнына халық кеңесі, оның өзі жаңағы құрамы нақтыланды 45-45-тен. Партиялардан, нелерден. Бізде қателеспесем жаңағы қоғамдық ұйым өкілдерінен 45, партиялардан, сосын ассамблеядан 45. Және осылай кете береді 45-45-тен. Енді біз сонымен бірге парламенттің атауы құрылтай болып өзгеретін болды. Осындай бір жаңашылдық пайда болып жатыр. Сіздіңше қалай бұл парламентті құрылтай деп атаған құлаққа қалай естіледі екен? Жалпы жаңағы ретімен жауап беретін болсақ, ассамблея мәселесі. Ассамблея белгілі бір уақыттарда бізде бір өзінің рөлін ойнады деп айтуға болады. Яғни кезінде енді біздің Қазақстан Республикасы енді аяқта тұру үшін әркімнің жаңағы көзқарасын, әркімнің жаңағы ойларын бәрін біз белгілі бір теңестіріп, солардың да шешіміне қарауға тура келген замандар болды да, енді ең бірінші біз бөлініп шығып, кәдімгі жеке тәуелсіз мемлекет болып сөйтіп. Мүмкін ол сол заманда жаңағы ассамблея деген зат актуалды болған шығар. Бірақ бұл ассамблея деген заттың тағы бір өте бір кемшілігі, бұл көптеген мына өзге ұлт өкілдерінің өздерінің жаңағы жеке саяси дамып, жеке жаңағы тіл мәселесінде анклав пайда болуына алып келіп соқты. Конкретно. Оны сіз өзіңіз де біліп отырсыз. Мен енді Солтүстік Қазақстан облысына өкілі болғаннан кейін, Солтүстік Қазақстан облысында өмір сүріп жатқан азамат болғаннан кейін, маған бұл нәрсе кәдімгідей көзге көрінеді. Мысалы, оңтүстік өңірдің азаматтары, Қызылорда, Шымкент, Түркістан жақтағы немесе Маңғыстау жақтағы азаматтарға ол нәрсе байқалмауы мүмкін. Енді жалпы біздің Қазақстан Республикасында 3,5-4 миллионға жуық өзге ұлт өкілдері өмір сүреді деп есептейтін болсақ, демек 3,5-4 миллион өзге тілде сөйлейтін адам бар деген сөз. Жалпы ассамблеяның осылай өркендеуі бұл еліміздегі мына өзге тілдің де дамуына, өзге идеологияның дамуына және сол идеологияның тілдің өсіп өнетін жаңағы орысша айтқанда теплица дейді ғой, қазақша жылыжай болуына сеп болған еді. Яғни және осы жолы мына президентіміздің және осы біздің үкіметтің осындай бір шешім қабылдағанына мен өте бір жақсы көзқараспен қарап отырмын. Өйткені ешкім биік емес, ешкім бөлек емес. Бұл Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасында өмір сүріп жатқан адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның идеологиясына, менталитетіне сай болу керек. Және бұл Қазақстан Республикасының іргесін қалап тұрған мемлекет құраушы ұлттың қазақ екенін білу керек деп ойлаймын. Және осы жолғы ассамблея мәселесінде болған үлкен шешім бұл бір болашақта өте бір жақсы дүниелерге әкеп соғатынына мен өте сенімдімін. Одан кейін мына парламент, депутат, жаңағы тағы басқа жаңа атаудың ауысуы, мысалы парламенттің ауысуы. Енді парламент деген сөз енді жалпы қазақтың сөзі емес қой. Парламент деген өзі қазақтың сөзі емес, тіпті мәжіліс дегеннің сөзі мына арабтардың жаласа деген сөзінен, яғни жиналыс деген мағынада айтылған сөзі деп білем. Оны заманда кезінде қателеспесем Әбіш Кекілбаев ағамыздың жаңағы несімен ұсыныстарымен бұл сөз енген болатын. Бірақ мен бір аса бір қатты дүние көріп тұрған жоқпын.
кез келген дүниені біз қазақландырып, қазақи менталитетке сай қылып, ұлттық идеологиямызға сай қылып ауыстыруымызға керекпіз емес, міндеттіміз деп ойлаймын. Егер біз осы бір қазір әлем тарапында саяси аренада басқа бір дүниелерді аман қалып, конкретно өсіп өніміз үшін біз өзіміздің жеке индивидуумдық ұлттық құндылықтарымызды сақтап, кез келген дүниені өзіміздің қазақи дүниеге айналдырып, сөйтіп өсіп өнуіміз керек деп ойлаймын. Сол себепті жаңағы парламенттің құрылтай деп атының ауысқаны мен үшін бір қатты бір неге әкеліп соққан жоқ. Мен қайта қолдаймын деп ойлаймын. Тек қана біздің жаңағы саяси атаулары ғана емес, әскери атаулардың да ауысуы, басқа да дүниелердің, лауазымдардың ауысуы деген сияқты дүниелер мен үшін өте керек деп ойлаймын. Өйткені бұл біздің қазақ тіліміздің дамуына, қазақи идеологияның артуына үлкен себептер береді деп ойлаймын. Сол себепті бұл нәрсені мен қолдаймын. Әуелде осы құрылтай болады екен деген кезде сен Ұлытауға барып қатысқың келгенін бәріміз білеміз, әлеуметтік желіде көріп отырдық. Шын мәнінде құрылтай деген сөз атау осындай жиын болады деген кезде, ұлттық құрылтай деген кезде бүкіл қазақ кәдімгідей дүр сілкініп, ішкі әлемінде бір үміт пайда болып, сол құрылтайға қатысқысы келіп, сондай бір сезім. Енді тарихтан белгілі 300-ге сауын айтып үлкен құрылтайлар өткендігі, бұл біздің тарихи санамызды жаңғыртқан жағдай деп ойлап отырмыз. Айтқан кезде бұл біздің түп санамызда қалған, қанымызда, генімізде, түбімізде қалған сөз құрылтай деген кезде бізде басқаша көзқарас, ассоциация, басқаша бір үлкен сенімдер, бір үміттер оятатын жағдай. Жоқ, оныңыз дұрыс. Жалпы негізі сіздің не айтқыңыз келіп отырғанын түсініп отырмын. Бірақ дегенмен құрылтай деген дүниеде, мысалы бізде солтүстік Қазақстан облысында заманда Алашорда кезінде Міржақып, Дулатовтар, тағы басқа да мықты азаматтар, болыс билер жиналған. Бізде мына жерде Аққұсақ деген болыста елді мекенде, осы солтүстік Қазақстан облысында Аққұсақ құрылтайы деген, сіз өзіңіз тарихтан хабарыңыз бар шығар, сондай жиын болған. Мысалы, одан кейін тағы бір жиын болды, ол жерге Қожамбет барды мысалы. Бірақ сол жерде байқап отырсаңыз, көптеген деректерді қарап отырсаңыз, ол жерге тек қана айтары бар, яғни айтары бар, елге, жұртқа пайдасы тиетін дүниесі, ұсынысы бар адамдар қатысқан. Жалпы да. Сол себепті бұл құрылтай деген дүниенің негізі, енді мен мысалы сіз бағана өзіңіз айтып отырғандай, мен өзім Ұлытауға барған кезде менде бір анандай дүние болды. Яғни құрылтай деп бүкіл қазақ даласына, бүкіл медиа алаңдарда, бүкіл әлеуметтік желілерде осындай құрылтай жасалынады. Осындай ұлы дала, ұлылар жортқан, жошыған жатқан Ұлытау даласында осындай ең бірінші құрылтай болайын деп жатыр деген кезде мен де мына жақта айтарым бар деп шықтым. Енді шыны керек, менің айтарым бар еді. Өздеріңіз білетіндей, мына осы уақытқа дейін солтүстікке көш мәселесі туралы, жаңағы шеттен келетін қандастар мәселесі бойынша қолынан келгенше айғайлайтын, төбелерден айғайлап, айтатын жерлерге айтып, шамамыз келгенше көшіріп, осы солтүстіктің жаңағы идеологиялық, экономикалық, демографиялық жағына үлес қосып жатқанымызды өзіңіз хабардарсыз. Енді осы мәселенің неғұрлым жаңағы нәтижелігін арттыру мақсатында өзіміздің белгілі бір ұсыныстарымызды айту мәселесі бойынша шынымен құрылтайға осы жақтан солтүстіктен аттанғаным рас. Ұлытауға бардым, бірақ өкінішке орай енді жас болдық. Осыдан 5 жыл бұрын. 5 жыл бұрын жас болдық. Жаңағы сумен кіріп кетеміз деген үміт те болды. Шыны керек, оны мойындау керек. Бірақ менің сол кезде қадамым біраз дүниенің дамуына, өзгеруіне сеп болды деп ойлаймын. Өйткені құрылтайға қатыспасақ та, құрылтайдың қатарында жүрген азаматтармен тең дәрежеде жұмыс жасап жатырмын деген ойдамын. Бәрекелді. Сол жолы сен біраз тарихи жерлерді көріп, оны дәріптеп, пост жаздым, қаншама сол өңірдегі азаматтардан сұхбаттар алдым, бәрін көрдік әлеуметтік желіде.
бұл сапарым бекер болған жоқ. Ол жерде бос қайтқан жоқ. Тарихи жадымды ояттым, Әрине. тарихи жерлерде. Міне. Енді өзім осы солтүстікке көшті үлгі ретінде көрсетейін деп отбасымды алып келіп осында қоныстандырдым. Бұл енді бұның бәрін жақсы білеміз. Сөйтіп құр сөзбен емес іспен көрсетейін дедім, иә. Жалпы осылай. Заманында мына 2021 жылдары өздеріңіз естеріңізде болса, мына өліп қалған Жириновский деген депутат бар, Зюганова бар, мына біздің солтүстіктегі көршіміз осы біздің солтүстік өңірлер туралы қатты сөздер айтып жатты. Оны өздеріңіз білесіздер. Ол уақытта да мен мына Facebook желісінде енді аса бір қатты танымал болмасам да өзімнің бір орным болатын дейді. Сол жерде де бір ой басшы дейді ғой. Енді бір қатты бір үлкен деңгейдегі ой басшы болмасам да, бірақ өз ойымды жеткізіп, өзімнің қолдаушыларым сондай азаматтар болатын. Белгілі бір деңгейдегі жазушыларым, өйтіп жазушылардың көп болу себебі мен мына 2017 жылдары ВКонтакте деген желісінде Бөрілі Байрақ деген ұлтшылар қауымдастығын құрып, сол жердегі жаңағы біраз жас азаматтар арқылы өзімнің жаңағы өзеңгілес, мақсаттас жас жігіттер, қыздар жиналып алып, біз сол Бөрілі Байраққа өзіміздің бүкіл энергиямызды, қуатымызды салып, біз мына қазақ жастарына осы ұлтқа деген сенім, отансүйгіштік деген сияқты дүниелер, тарихи жаттарды оятуға мүмкіндік беретін көптеген дүниелер сол ВК-дағы Бөрілі Байраққа салып отырдық. Ол сол уақыттарда бір шамамен 1000 адамнан 100 000 адамға тез жеткен өте бір жақсы проект болды. Қазірдің өзінде де мына кез келген, мен өзіңіз білесіз, осы көш мәселесімен оңтүстік өңірлердегі көптеген әкімдіктерге барамын. Сол жерде әкімдік қызметкерлері немесе белгілі бір министрлік қызметкерлерінің арасында өзімнің замандастарымды көріп қалған кезде, сен Бурахан емессің ба, Бөрілі Байрақтың негізін қойдың. Мен сол Бөрілі Байрақта болғам деп сол әлі күнге дейін айтып отырады шыны керек. Міне осы бір ұлтқа қызмет ету, ұлтшылдық сияқты түсінікпен сол уақыттарда мен алдағы жаңағы өмірімді, жаңағы орысша айтқан кезде позиционирование дейді ғой. Солай бір белгілі бір деңгейде, белгілі бір бағытта жүріп келе жатқан уақытымда, ол кезде мен мына жер жаннат Жетісу Талдықорған жерде өмір сүріп жаттым, Талдықорғанда. Сол жерде Алмасбек Садырбаев деген бір азамат болатын, жаңағы қой мәселесі мал шаруашылығында өте танымал болды. Қазір өкінішке орай белгілі бір себептермен қамауда отыр. Міне сол кісінің қол астында жұмыс істеп жатқан уақытым болатын. Сол бір замандарда бір жаңағындай осы жаңа көрші елдердің лауазымды азаматтардың жаңағындай әңгімелерін айтқанын көріп, біздің, сіз өзіңіз білесіз, әлеуметтік желінде белгілі бір жерден шу шықса гу ете қалады халық. Сөйтіп гу ете қалды халық ана жерде. Ойбай, солтүстік бірдеңке, қазақ тілдері анау мынау. Мен де бір жазғым келді енді. Ойбай, солтүстік бірдеңке деп, ау деп. Бірақ қараймын, Фейсбукқа қараймын, көптеген азаматтар сол заманның жаңағы блогерлері болсын, қазіргі уақытта да танымал блогерлер сол кезде жазып атты, ойбай, солтүстік туралы. Бірақ қараймын, солтүстікке көшу керек, солтүстікке көшу керек, бүйту керек, үйту керек, сөйту керек деген сияқты әңгімелер көп жазылып жатқанымен, бірақ арасында бір нақты ту көтеріп, менің артымнан еліңдер кеттік деген адам жоқ. Мен де неге сөйтіп жазғым келді, бір популистік тұрғыда әдемілеп тұрып, ойбай бүйтіп деген сияқты бір мынандай парақ. Бірақ сөйтіп жазып келе жатып мен тоқтадым да, деп. Мен неге өзім істемейтін нәрсені елге айтып үгіттеп насихаттаймын. Басқаларға көш деп қалай айтамын дейсің? Қалай айтамын дедім де, сөйтіп солтүстікке көш деп жаңағы Google-ға жазған кезінде осы солтүстікке көш мәселесінде берілетін көптеген жаңағы ұтқырлықтар туралы информациялар шықты. Сосын ақыр ойланып, бері ойланып, 4 күн бе, 5 күн ойландым да, осыны ақырындап жаңағы өзім бастығым Алмасбек Садырбаевқа келдім де айтам ғой, Айлеке, солтүстікке қойшылар көшірейік деп. Ол кісі бұл идеямды жалпы қолдады. Сөйтіп негізі біз ең бірінші біздің мақсатымыз солтүстікке біраз қой мен қойшылар, малшыларды көшіріп, сөйтіп ол жақтағы жерді пайдалану деген ой болған. Сосын бір сөз арасында Әлекеге айтам, Әлеке, енді мен жай ғана малшыларды көшірмейін, енді мен жауаптымын ғой солтүстікке көшке, өзім де көшіп барамын, қойшыларды бастап барамын, оны бастырамын, енді қарапайым азаматтарды ала кетейін дедім.
Сөйтіп не керек, Фейсбукка ең бірінші пост жазған емесінде солтүстікке қазақтың қанын құю керек. Мен 6 қазақтың қанын құям, яғни 4 балам, әйелім өзім. Менімен бірге баратын кімің бар деп. Ең бірінші пост жазған емесінде. Сол посттан әңгіме басталды, жерден шықты, мен барам. Сөйтіп Астанада біз жиналып 3 облысқа бөліндік. Қостанай облысы, Павлодар облысы, сосын солтүстіктің өзіне өзім кеттім. Сөйтіп 2001 жылдың күзінде мен мына ақындармен батырлардың елі солтүстік Қазақстанға келіп жайғастым, Шал-ақын ауданында. Менің жаңа өмірім сол уақыттан басталды. Енді өздеріңіз білетіндей, сол уақыттан бері қаншама отбасылардың бері қарай көшуіне сеп болдық. Қаншама жаңағы өкіметтің бір жалпы белгілі бір уақыттарда жыл сайын бөлінетін бір деңгейі болады. Мысалы біздің осы жылы 2,5 мың адамға квота бөлінді, оның 2,5 мыңның үстіне 200-ді қосқан кезде ол қандастарға бөлінген квота. Яғни біз жыл сайын сол квотаның орындалуына барынша ден қойдық. Және мен ойлаймын, тіпті көптеген еңбек министрлігіндегі азаматтар да оны мойындайды, облыстағы әкімшіліктер де мойындайды. Біз осы солтүстікке көштің жүруіне информациялық жағынан болсын, идеологиялық жағынан болсын, өте үлкен үлес қосқан ұйым болып есептелеміз. Бір жерден бір жерге көшу, орын алмастыру деген оңай шаруа емес, қиын. Отбасыңыз, бала-шағаңыз қалай қабылдады бұл көшті? Жалпы мына қиын деген нәрсе, бейімделіп кету деген сияқты. Бұл бір кішкене бір қызық. Мен ойлаймын, біз өзіміз көшпендінің ұрпағымыз ғой. Біз көшпенділер деп айтады. Бірақ біз дәл қазіргі уақытта мына заман талабына сай көшпендінің көшпейтін ұрпағы болып қалғанымыз рас енді. Шыны керек. Енді ата-бабамыз осындай бір үлкен Орасан жерді тастап кетті. Енді осы Орасан жердің өзінің ішін бір айналып шықпауы деген ол мына қазақтың өзінде айтылады, асың барда дейді, ел таны беріп жүріп дейді. Атың барда жер таны желіп жүріп дейді. Мен жалпы өзімнің дүниеге келген 4 балам Қазақияның 4 бұрышында дүниеге келген. Мен неге солтүстікке көшпей тұрып та көшпендер. Маңғыстауды да көрдік, Шымкентті де көрдік, Талдықорғанды да көрдік, Шығысты да көрдік, Астанада да көрдік, айналып. Ақыры өзімнің жаңағы туымды осы отанымыздың, атамекеніміздің солтүстіктегі қақпасы, қорғаны, қасиетті Қызылжарға әкеліп тіккен жайым бар жалпы. Және әнде мен бүйтіп айтамын. Жаңағы көшу қиын, менталитеттегі экологиялық айырмашылықтар бар екені рас. Бірақ бұл қазақтың жері ғой. Бұл солтүстік Қазақстан облысы дегеніміз Есіл өзенінің оң қанатын атам заманнан арғындар, сол қанатын керейлер мекендеген сондай бір орта жүздің жері. Заманда әртүрлі хандарымыздың жаңағы үлкен жылқылары, талын жылқылары осы солтүстікте жайлау ретінде пайдаланылған. Жалпыда қыстың кезінде қырға қарай, неғұрлым Сырдарияға қарай, Сырға қарай ауыстырып, бір жазда Есілдің бойында қоныстандырып, сондай бір көшпелі бір үлкен бір қарым-қатынастық дүние болған бір керемет жер. Сол себепті жаңағыдай енді жарайды енді. Шыны керек, экологиялық тұрғыдан, табиғи тұрғыдан, климаттық тұрғыдан айырмашылық өте жоғары. Демографиялық тұрғыдан да айырмашылықтар жоғары. Экономикалық тұрғыдан айырмашылықтар жоғары. Өйткені біздің солтүстік Қазақстан облысында енді 530 мың адам өмір сүреді. Салыстырмалы түрде жаңағы Түркістан облысында халықтың саны Шымкент қаласымен қосқан кезде шамамен 3,5-4 миллионға жетеді. Бұл енді 10 есе аз. Енді мен бүйтіп ойлаймын. Енді өзің елестетіп қарашы Араке. Қайықтың бір оң жақ шетінде 10 адам отырып, сол жақ шетінде 1 адам отырса не болады? Қалай ойлайсың? Бір жақ қарай алып кетеді. Сол себепті экономикалық, демографиялық, экологиялық тепе-теңдікті сақтауымыз үшін біз мына ұлан ғайыр жерімізді тең мекендеуіміз керек деп ойлаймын. Өйткені бос жатқан жер жау шақырады деген мына бір қазақта сөз бар ғой. Бірақ бұл сөз заманда, хандықтың заманында өтіп кеткен. Жау біздің арамызда. Дәл қазіргі уақытта біз осы
белгілі бір заманның талабына сай, заманның екеуіне сай қалыптасып қалған осындай бір геосаяси жағдайды игеруіміз ғана қалып тұр. Ал игеруіміз үшін бізге не керек? Бізге солтүстік Қазақстан облысына идеологиялық, демократиялық тепе-теңдікті сақтауымыз үшін біз оңтүстіктен біршама азаматтарды көшіруіміз керек. Жалпы негізі бізде енді өзге ұлттың өкілдерінің жаңағы пайыздық үлесі 70-75%, өзіңіз білесіз. Бірақ мына өзге ұлт өкілдерінің қатындарының мен ең бір жақсы көретін жерім бір. Өзге ұлт өкілдерінің қатындары екі баладан артық тумайды. Ал мен дәл қазіргі уақытта Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шаян деген елді мекеннен бір 8 баласы бар бір азаматты алып келетін болсам, мен осы жақтағы өзге ұлт өкілдерінің 4 отбасымен таразы басын теңестіремін. Қысқасы айтқан кезде мен мына солтүстіктің қасиетті құнарлы қара топырағына Қызылорда, Түркістан, Маңғыстау, Иран, Қытай, Өзбекстан, Монғолия жақтан келіп жатқан жас ұрпақтың жас дәнді егіп жатыр. Бұл деген бір тез бит көрініп қала салатын бір тез нәтиже беретін дүние емес. Бұл 10 жылдық, 20 жылдық, 30, 40, 50, 60, 70 жылдық дүниеде. Яғни біз дәл қазіргі уақытта солтүстіктің қасиетті құнарлы топырағына оңтүстіктің дәнін егу арқылы біз осы жақта қазақы идеологияның нығаюына, оның көбеюіне әкелуіне жұмыс жасап жатырмыз. Сол себепті біздің тәуекел ұйымы тарихи дүние жасап жатырмыз деп ойлаймын. Қазір тәуекелдің жұмысына арнайы тоқталғым келіп отыр, бірақ жеке өзіңіз адам ретінде осындай бастама бастап келдіңіз, келгеннен кейін отбасыңыз не деді, қалай деді, бізді мынандай бір айдалаға алып бастап келдің, біз мынандай жерде қалай тұрамыз деп сізді ешқандай бір жолдасыңыз әңгіме айтып дегендей ренжіп, сондай нәрсе жасамады ма? Өзіңізде де осындай мойныма үлкен жауапкершілікті бекер алған екенмін деп бір қапа болған кездеріңіз болмады ма? Қазақта сөз бар ғой, отан отбасынан басталады дейді. Ал мен айтамын, отбасы отаннан басталады деп айтамын. Неге? Жалпы деймде менің түсінігім былай, көптеген азаматтар сіз бірінші әмбе соңғы емес, сіз сұрақ қойып осындай бір қызық түсіне алмайтын. Мен айтамды, енді белгілі бір деңгейде біздің бір түсінігіміз, менің дәл өзім түсінігім былай. Көшіп келушілердің жағдайы жақсы болса, менің де жағдайым жақсы. Яғни көптің қамын жеймін, несібем соның ішінде деген түсінікте. Менікі солай. Енді белгілі бір деңгейде ол менің мүмкін жаңағы еркектігім шығар. Білмеймін, оны мен түсіндіре алмаймын, өйткені менің әйелім аса бір қарсылықты танытқан жоқ, аса бір неде танытқан жоқ. Білмеймін, мен айттым, осындай жағдай, кеттік, жаңа өмір бастық, солтүстікке барып тұрайық. Аса бір қатты қарсылық көрсеткен жоқ, жарайды деді, 2 сөмкемізді алдық, келдік. Жалпы солтүстік Қазақстан облысына көшіп келген кезде дәл өзім қорада тұрсам да разы болатын. Өйткені бізге жағдай деген дәл маған маңызды болған жоқ. Өйткені мен идеологиялық мақсатпен келген адаммын. Яғни мен солтүстікке көшіп келген кезде мен бір жеке басты пайдасы, жаңа баю деген сияқты түсініктер менде мүлдем болған жоқ. Менің басты мақсатым осы солтүстік Қазақстан облысында қазақтың санын арттыру болатын. Әмбе бала-шағамен қоса 6 адамды қостым, одан кейін 100-деген адамды қостым. Мен өзімнің миссиям адамын және өзіміздің ісіміздің нәтижесін болашақта көремін деген үміттемін. Рас, ел үшін қызмет ету ол жөн. Бірақ енді мойындау керек, біраз қиналдың ғой, енді тіпті үй өртеніп кеткен жағдай болды сенде. Ел болып көмектесіп жатты. Осы үй өртенген кезде қалай болды жағдайын? Қалай шықтың ол қиындықтан? Оны енді шыны керек, үй өртеніп жатқан кезде біз үйдің ішінде болдық, оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Бірақ бала-шағаның амандығының жанында дүниелік зат деген аса бір қатты не емес.
бала шағам аман. Бала шағамды алып шықтым, аман есенбіз, үйіміз өртенді. Ол дүние деген не зат, ол келеді, кетеді, ел береді, ел алады, шыны керек. Жаңа өзің айтып отырғандай, біраз көмектер көрсетілді, тіпті жаңағы бір кісілер машиналарының арттарына жаңағы үйдің ішіне қабырғаны жасайтын левкасқа дейін салып жіберген кездері болды. Бурахан үй салып жатсың ғой, мә көмегім болсын деп бір 5-6 қапшықтан салып жіберген кездері болды. Сөйтіп бір үйімізді құрап алдық. Айтып тұрмын ғой, ел берді, ел алады, ел қайта береді. Мәселе онда емес. Мәселе біздің істеп жатқан ісімізде. Жақсы, иә. Осы соңғы кездері тәуекел белсенді түрде осы көші-қон мәселесімен айналысып жатыр. Тіпті кеңсе аштыңыздар. Соңғы кездегі жұмыстың қарқыны қалай? Қандай нәтижелерге қол жеткіздіңіздер? Жалпы біз 2022-2023 жылдар құрылдық ресми түрде. Енді солтүстікке көшіп келген кезде мен мына сол көшіп келген азаматтардың біразымен кездесе отырып, олармен сөйлесіп, ағыласып, сұхбаттасып отырып, мен бірдеңені түсіндім. Көшіп келген азаматтардың артынан жоғын жоқтайтын, сұрау айтатын, олар үшін сөйлейтін ешқандай ұйым, ешқандай бір белгілі бір организация жоқ. Содан кейін мен ойладым, осылардың. Енді мен солтүстікке көшіп келген азаматтарды үзеңгілес, мақсаттас деп айтамын. Бірақ сол үзеңгілестердің арқа сүйейтін бірдеңкесі болу керек, арқа сүйер. Сол арқа сүйер дүние осы тәуекел ұйымы болсын деп, көші-қонмен айналысатын тәуекел ұйымын құрғанбыз. Оны жаңағы ұранында білесіздер, теріскейімізге аманат. Енді айта кету керек, тарихта осы көш мәселесімен, солтүстікке көш мәселесімен арнайы жаңағы жарғысында тек қана көш мәселесі ғана жазылған бір ғана ұйым бар, ол бізбіз. Осы ұйымды құрып, қолдан келгенше біраз идеологиялық тұрғыда, жаңағы агитациялық тұрғыда біраз шаруалар істелінді. Дәл қазіргі уақытта біздің мына еңбек министрлігі мен облыстың әкімдігінің арасында да меморандумымыз бар. Аманат партиясымен келісім шарттарымыз бар. Жалпы біз өте жақсы жұмыс шаруалар атқарып жаттық. Бірақ ол белгілі бір деңгейде жетіңкіремейтін. Өйткені бізде қолдау жаңағы административтік ресурстық жағынан болғанымен бізде қаржы жағынан қолдау болған жоқ. Бірақ бағымызға орай айғайласып жүріп, бүйтіп жүріп, сөйтіп жүріп, біз осы көш мәселесіне бір белгілі бір лот ұйымдастырдық министрлікке. Сол 10 миллион теңге 2025 жылы біз ұтып алдық. 2025 жылдың басында, сол 2025-тің аяғына дейін сол 9-10 айға белгіленген түрде 10 миллион теңге бізге бөлінді. Ол қаржы біздің кеңсе жалдауымызға, кеңсенің ішіндегі 2-3 қызметкерімізді жаңағы жалақысын беріп отыруға және жаңағы агитациялық мынандай парақтар бар, сол дүниелерді іске асыруға жұмсау және оңтүстік өңірлерге осы көш мәселесімен агитациялық іс-сапарлар ұйымдастыруға жұмсалынды. Және біз ол ақшаны толыққанды жаңағы игердік. Тіпті ақша жетпей қалды десек те болады. Өте жақсы, өте керемет дүниелер жасадық деп есептеймін. Өйткені осы 2025 жылдары 2024-2025 жылы жалпы біздің тәуекел ұйымының басты мақсаты ол не? Көш жіберуші аймақтар мен көш қабылдаушы аймақтардың арасында көпір орналастыру. Яғни көшіп келушілердің емін еркін келіп кететін көпірін жасау болатын біздің тәуекелдің басты мақсатымыз. Және оңтүстіктен көшіп келген азаматтарды бір жерлерге шоғырландырып, үйлестіру, ұйымдастыру. Яғни интеграция, социализация деген сияқты, адаптация сияқты дүниелері. Мысалы біздің үкіметтің бір кемшілігі, біздің үкімет жаңа бағдарлама бойынша адам егер солтүстікке көшіп келетін болса, оған үй беретін болсақ, сәл-пәл қаржысын беретін болсақ, тағы бірдеңкесін беретін болсақ, ол кісі осы жақта үйреніп тұрып кетеді деп ойлайды. Бұл негізі өте қате пікір. Өйткені әрбір адам ол индивидуум. Әрбір адам индивидуум, оның өзінің жаңағы рухани, материалды сияқты дүниелерде өсіп-өнуіне белгілі бір шарттар керек. Белгілі бір тетіктер керек. Белгілі бір араласатын ортасы керек. Яғни адаптациялық, интеграциялық, социализациялық дүниелердің үкімет тарапынан қарастырылмаған. Ал біздің тәуекел ұйымының басты мақсаты
солтүстікке көшіп келген азамат өзінің жалғыз сезінбесін. Мысалы Сарыағаштан келген азаматты маған хабарласып офиске келіп, мен Сарыағаштан көшіп келгем, келейін деп жатырмын, қайда барсам болады деген кезде мен оны сарыағаштықтар көп шоғырланған аймақтарға жіберуге тырысамын. Бұл яғни ол сол жерде жаңағы өлім жітімі бар, той томалағы бар, аралас құраласы бар, енді жерлес қой. Рулас, жерлес болуы мүмкін. Сол кезде араласып құраласып ертең бір жерден қиналысып, бір жерде отын жетпей қалып жатса отын беріп деген сияқты сондай бір көмек көрсету үшін осындай біз бір-бірімізге көмек көрсететін орталықтардың құрғанына біз сол тәуекел ұйымының басты мақсаты осы. Адамдардың бастарын біріктіріп қосу. Және біз осы миссиямызды қолымыздан келгенше атқарып жатырмыз деп ойлаймыз. Және жаңағы жұмыспен қамту тарапынан солтүстік Қазақстан облысынан берілген осы бір лотты біз өте жақсы нәтижелі деңгейде пайдаланып, өте жақсы нәтижелерге жеттік. Түркістан облысында іс-сапарларымыз болды. Қызылорда облысындағы жаңағы Арал, жаңағы шөлейт аймақтарға, қуаңшылық болып жатқан аумақтарға біз барып, сол жақта осы біздің солтүстік Қазақстан облысындағы құнарлы жерлердің жаңағы таслақтарса көлге өтетін, көлдің толы балығы, орманнан ескен самал жел, ормандағы неше түрлі жасыл ормандар, онда жүгірген аң сияқты дүниелердің бәрін біз аузымыздың суын ағызып тұрып жеткіздік. Тек қана Қызылорда облысы емес, Маңғыстау облысындағы азаматтарды да біз осы арнайы барып, Маңғыстау облысының жаңағы жұртымен Жаңаөзен, жаңағы Бейнеу сияқты, Ақтаудың өзі, тағы басқа Шетпе, Шайыр сияқты елді мекендерге барып, біз осы солтүстік Қазақстан облысының насихатын бәрін жүргіздік. Енді өздеріңіз білетін, енді Маңғыстау облысы енді өте бір қасиетті жер, қазсаң мұнайы тепсең, жаңағы Ракушнек деген кірпіш шығады. Жандағы тұрған теңіз толған балық, бірақ ол жақтағы ресурстармен салыстырғанда бізде бар ресурстар бар да ол жақта жоқ. Яғни ол құнарлы қара топырақ, мал шаруашылығы мен ауыл шаруашылығында икемді қара жер сияқты дүниелер жоқ. Енді мен бүйтіп есептеймін де, анда Маңғыстауға барған кезде бір өте керемет салыстырмалы дүние айттым. Қайда есімде, Жаңаөзенге барғанда кездесуде ғой деймін. Бір баррель, яғни бір тонна мұнайдың құнын айттым да, мен ұмытып қалыппын. Бір тонна мұнайдың құны негізі шамамен 130-140 мың теңге ғой деймін, ары кетсе. Оны жаңа Google-ден қарасаңыздар болады. Осы теңестіруді айттым да, енді бір тонна еттің құны қанша деп. Етті қанша қалып жатсыздар дедім. Енді бір тонна еттің құны шамамен 2 миллион 800 мың теңге. Бір тонна еттің құны. Ал бір тонна мұнайдың құны 140-150 мың теңге. Мұнай орнатылмайды, ал ауыл шаруашылығы дамиды. Енді қазіргі уақытта біздің басты мақсатымыз, біздің тәуекел ұйымының басты мақсаты. Осы уақытқа дейін біздің солтүстік Қазақстан облысына бюджеттік қызметкерлер, тағы басқа азаматтар, жаңағы жұмыспен қамтудың жаңағы тізіміндегі азаматтар, жұмыста болмай жүрген азаматтар көшіп келді. Енді менің айтарым, қазір бізге аудитория ауыстыратын уақыт келді. Яғни солтүстік Қазақстан облысындағы көшті дамыту, бұл жақтағы экономикалық, демографиялық жағдайларды өзгертуіміз үшін біз қазір жолды өзгертуіміз керек, аудиторияны өзгертуіміз керек. Мен айтамын, біздің солтүстік Қазақстан облысында, солтүстік Қазақстан облысының бере алатын ресурстарын пайдалана алатын азаматтар көшу керек. Ал ондай азаматтар қандай азаматтар? Ауыл шаруашылығының аудиториясы. Мынау оңтүстік өңірлерде өзіңіздің есіңізде бар, бағанағы Құрмет Талапқазы кезінде жаңағы қуаңшылық, аса қатты қуаңшылық болған кезде шөптер жіберіп жатыр. Енді өзіңіз елестетіп көріңіз, Қызылордада сол заманда өспеген шөп қазір шығып жатыр ма? Маңғыстауда сол кезде өспеген шөп қазір шығып жатыр ма? Жоқ. Ал Маңғыстауда да, Қызылорда облысында да мал шаруашылығына, диқандыққа икемі бар азаматтар өте көп. Міне сол сияқты азаматтарды әкеліп біз солтүстік Қазақстан облысына көшіретін болсақ, олар осы жақта өсіп, өніп, осы жердегі жаңағы өнімдерін сатып, пайда тауып, жағдайларын жақсартып, біздің солтүстіктің экономикасына өте үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Жалпы негізі бізге солтүстік Қазақстан облысына байларды көшіруіміз керек. Жалпы да. Енді бізде былай айтқым келген кезде, бізде солтүстік Қазақстан облысында жаңағы жағдай жақсы, мықты, бай деген 5 адамның 4-і өзге ұлт өкілі.
енді бізде мына оңтүстік өңірде бір қызық бір түсінік қалыптасқан ғой, солтүстік бір өзге ұлттанып кеткен, өзге тілде сөйлейді деген сияқты сондай бір түсінік бар да. Ол неге? Өйткені байлардың көбі өзге ұлт өкілі. Сол өзге ұлт өкіліне барып жұмысқа кіру үшін ол неге? Бала-шағаны асырау үшін келіп тұрған адам өзге ұлт өкілінің тілінде сөйлейді, мәжбүр соған. Ал егер біз қазір өзіміздің қазақтарымыздың байларын солтүстікке алып келіп осында орнықтырып, оларға қолдарына мүмкіндіктер беріп, жағдайларын жақсартатын болсақ, қазақы идеологияны көтеруіне үлкен үлес болады. Өте үлкен шешім деп ойлаймын. Көшіп келген азаматтардың 90% қайтып көшіп кетіп жатады деген әңгіме бар. Ол қаншалықты шындық? Ол соншалықты өтірік. Тұрақтап қалып жатыр ма? Онда неге біздің солтүстік өңір толмай тұр қазаққа? Біреу көрі көреді, біреу ері көреді деген әңгіме бар. Да, жалпы. Менен солтүстікке көшіп. Статистика қалай енді жалпы нақты? Статистика қалай болған кезде оны шындығы керек. 10 адамның 3-еуі белгілі бір себептерін, жеке мәселелермен, денсаулық мәселесімен, тағы басқа дүниелермен кері қайтып жатқаны ол рас. Бірақ өзіңіз елестетіп көріңізші, сіз Арман мырза өзіңіздің аулаңызда 10 ағаш егіп, соның 7-еуі гүлдеп, жемісін беріп тұрса, сіз үшін жетістік пе? Жетістік. Бізде 10 адамның 7-еуі қалып жатыр. Бұл жетістік пе? Жетістік. Солтүстік Қазақстан облысы ол түрме емес. Қысқасы айтқан кезде. Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасының кез келген жерінде өмір сүріп, өсіп-өнуіне хақысы бар. Солтүстікке келді, жақсы, біз шақырдық. Белгілі бір деңгейде өмір сүріп көрді. Бірақ климаттық жағдайы, экономикалық жағдайы, тағы басқа дүниелері, идеологиялық, менталитеттік тұстары ол кісімен сәйкес келмеді. Енді біз оны бұл жерде байлап ұстай алмаймыз ғой. Жақсы, үкіметтің берген жаңағы өзінің бір азды көпті берілген көмектері бар. Заңнама бойынша солтүстікке көшіп беріп, сол ақыны алған адам егер қайтқысы келетін болса, соны қайтарып береді, сосын кете береді. Бұл жерде тегін ақша пайдаланып кетіп отқан ештеңе жоқ. Оңтүстіктен солтүстікке деген студенттерді жіберетін, оқытатын бағдарлама бар, иә? Сол бағдарлама бойынша жастардың көбі, бітірген жастардың көбі жұмыс таба алмай қалып жатады екен. Енді ол содан кейін жұмыс таппаған соң әрине қайтуға мәжбүр болып жатады. Жалпы мына нәрсені білуіміз керек. Осы бағдарлама жайында? Жалпы бұл оңтүстіктің балаларының солтүстікке келіп оқитын бұл серпін бағдарламасы деп аталады. Және серпін бағдарламасы деген көбінесе оңтүстіктің балалары бұл серпін бағдарламасын бір орысша айтқан кезде порчка ретінде пайдаланады. Яғни оңтүстікте бір белгілі бір деңгейде балдар жетпей қалған адамдар, балалар, тағы басқа дүниелер, олар көбінесе бұны бір оқудың бір жолы ретінде қарастырып, сөйтіп көптеген балалардың келіп оқып жатқаны ол рас. Ал ол негізі заңнама бойынша енді сол серпін бағдарламасымен оқыған бала бір белгілі бір деңгейде осы жақта қызмет қылу керек. Бірақ сол функцияны пайдаланбайтындар өте көп. Яғни егер сол университеттен кейін тағы бір жерге магистратура ма, тағы бір дүниелерге тапсыратын болса, ол жаңағы жауапкершіліктен құтылады. Сөйтіп көп балалардың кетіп бара жатқаны да рас. Қалып жатқаны да бар. Осы жаққа күйеуге тиіп кеткен студент қыздардың бір шамасын білемін. Осы жақтан қыз алып жатқандардың бір шамасын оңтүстік азаматтарын білемін. Жалпы өзім енді біздің тәуекел ұйымы тек қана жаңағы үлкен азаматтармен, отбасылы азаматтармен ғана айналыспаймыз. Біз белгілі бір деңгейде университетпен де өзіміздің бірлесіп өткізетін шараларымыз да бар, дүниелеріміз бар. Сосын шеттен келіп оқитын фаундейшн деген факультетте көптеген қандас балалар бар. Оларға да өзіміздің ағалық нелерімізді көрсетіп тұрамыз. Жалпы, бірақ бұл нәрсені тоқтатпауымыз керек. Бұл менталитет алмасу, бұл идеология алмасу. Сол себепті бұл нәрсені одан ары дамытуды ұсынамын жалпы. Енді біздің солтүстік Қазақстан облысы өзі... Мүмкін мамандықтар, қандай мамандықтар жетіспейді, соны зерттеп алып, көбірек грантты соған бөлу керек шығар. Мен оған да нетпеймін. Мен қайталап айтамын. Бұл идеологиялардың алмасуы. Бұл мәселе онда емес. Мүмкін мына жақта оның оқып жатқан жаңағы несінде сұраныс болмауы мүмкін, бірақ оңтүстікте сұраныс бар ғой. Ол кете берсін сөйтіп айналып. Бірақ бұл бізді Қазақстанның ішкі дүниесінде айналуына әкеп соғады. Бізге бұл нәрсе ауадай қажет.
Сіздің де айтып отырғаныңыз дұрыс. Белгілі бір деңгейде сұранысы бар жаңағы мамандықтардың соларға ғана жаңағы гранттар бөлген. Жақсы, ол да болсын. Болсын. Зерттеулер алдын ала. Зерттеулер бәрі болсын. Және ол нәрсені істеп жатқандар бар. Негізі сіздің айтып отырған салалар бойынша жұмыс жасайды ғой негізі. Бұл серпін бағдарламасын іске асырып, жүзеге асырып, оны іргесін қалағандар да жынды емес қой. Әр нәрсенің өзі жалпы ойластырылған деп ойлаймын. Бірақ енді нәтижесі сәл-пәл төмендеу, болашақта бұл нәрсе үлкен деңгейге жетеді деген пікірдемін. Жалпы негізі мына солтүстікке көшу мәселесінде енді әлеуметтік желіде енді үйде отырғаннан кейін көптеген идеяларды айта береміз ғой. Осыдан бір 2000 нешінші жылдары мен қатты жаздым осы Алматы қаласындағы әрі жаңағы солтүстік Қазақстан облысына сай келетін оқу орындарымыз солтүстікке түп тамырмен көшірейік деген. Мысалы үлкен Агро университет мысалы. Бұрын Совет одағында жалпы қарайсыз ғой, Совет одағында мен бір қызық болды. Алдында бір жерде жұмыс істеп жүріп, сол бір мектепке барып болған кезде, сол мектептің артында мен үлкен жылыжайдың орнын көрдім. Қарасам анау сомдық жасалғанда, соның ана жердегі үлкен шал өзге ұлт өкілінің күзетшісіне сұрайын ғой, мынау не зат дейді. Бұл мектептің заманында бұл жерде үлкен жылыжай болған. Мына жерде балалар, оқушылар келіп, сол жерде ботаника, биология бәрін көзбен көретін, қалай өсетін бәрін, фотосинтез деген сияқты дүниелердің бәрін өз көздерімен көретін дейді. Яғни практика. Енді мен ойлаймын да, мысалы, Алматыдағы агротехникада қанша мыңдаған бала оқиды, олардың практика жасауынан мүмкіндігі жоқ. Ал егер қазір біз сол агро университетті әкеліп осы педагогикаға келіп орналастыратын болсақ, общежитияларын қаншама азаматтар балаларының үшін бері қарай келеді. Қаншама қазақ балалар осы жерде практикаға өтіп, осы жерде агро саласында жұмысқа келетін болады. Дәл қазіргі уақытта біздің еңбек бағдарламасы бойынша, жалпы бұрын біз еңбек бағдарламасы болатын біз келген кездер, қазір ол жыл сайын өзгеріп отырады. Қазір қуатты Қазақстан, қуатты даму елдері, қуатты өңірлері, қуатты Қазақстан даму драйвері деп аталатын бағдарлама бұл. Бірақ аты өзгергенмен заты өзгерген жоқ. Біздің айтқым келіп отырғаны, бұл бағдарлама бойынша тек қана дипломы бар азаматтар ғана бері қарай келеді. Ал бірақ шыны керек, біздің солтүстік Қазақстан облысы агро облыс болғаннан кейін, біздің мына көптеген жер шаруашылығымен айналысатын үлкен кәсіпорындарға жұмысшы жетпей жатыр. Қарапайым агроном, қарапайым малшы, қарапайым жаңағы сауыншы сияқты тіпті орманшылар жоқ бізде. Міне осындай дүниелерді нетсе жаңағы бір университет әкеп бізге солтүстікке орналастыратын болса, солтүстікке көш мәселесінің біраз бір нәтижесі анағұрлым жоғарылайтын еді деп ойлаймын. Сөзіңіз аузыңызда, мысалы Америкада болсын, Ұлыбританияда болсын, үлкен қалалар сол университеттердің негізінде қалыптасқан ғой. Аберген университеті деген шағын қала, ол университеттің, Аберген университетінің аясында. Тура сол сияқты бізде де сол үлгіде жасауға болады. Бұл бір жағынан ауылдарды дамытуға үлкен серпін беретін жағдай жасалады да. Балалар табиғат аясында білім алатын да мүмкіндік тудырады. Енді менің ондай сіз сияқты жаңағындай әлемдік деңгейдегі білімім жоқ енді. Бірақ бұл нәрсенің керек екенін қарапайым сияқты азаматтарда көріп отырмыз. Мысал ретінде. Енді бізге бұл жаққа кемпір шал жине бергеннен гөрі бізге жас азаматтар керек қой. Өйткені біз не үшін істеп отырмыз бұның бәрін? Болашақ ұрпақ үшін істеп отырмыз. Шетелдегі қандастардың жағдайы енді жыл өткен сайын материалдық жағдайы жақсарғанымен рухани, ұлттық діңгегі жағынан босап жатқаны, олардың өз тілін, мәдениетін жоғалтып жатқаны енді бесенеден белгілі. Олардың жұтылып кетпей тұрған кезде дер кезінде көбірек қазақ еліне көшіргеніміз абзал ғой. Әсіресе осы солтүстік өңірлерге көшіріп, осы жерді толтырсақ. Қателеспесем 5 миллиондай қандастарымыз шетелде жүр. Осы кісілерді қалай осы алып келуге болады? Ол бағытта бір қандай да бір нақты қадамдар бар ма?
не істеліп жатыр? Жалпы өзінің қандастарын өз еліне жинап жатқан бірнеше ғана мемлекет бар. Болған. Соның біреуі Израиль, біреуі біз. Жалпы негізі бұл нәрсе өте дұрыс, елге жинау деген. Бірақ біз енді отансүйгіш, біз мемлекетшіл жағынан көзқараспен қараймыз ғой. Бірақ кей кезде менде мынандай бір ой келеді. Мүмкін сол шетелде қазақтар форпост ретінде сол жерде тұрған дұрыс па екен? Өзің қалай ойлайсың? Мысалы, Қытайда өмір сүріп жатқан қазақтар, Үрімжі, Әуешек, Шеңгелді, Құлжа маңайында өмір сүріп жатқан азаматтар, Іле, Тарбағатай жақтарында өмір сүріп жатқан қазақтар, ол жалпы негізі бөтен жерде отырған жоқ. Былай қарап отырсаңыз да. Өзінің ата-бабасының жерінде отыр. Ол енді жалпы Өзбекстандағы біраз қазақтарымыз, мысалы, тіпті мына Ресейдегі қазақтарымыз да. Бәрі негізі жалпы біздің бір атамекендегі тарихи жерлерде отыр. Мен бірақ кей кезде жарайды, менің мына солтүстікке немесе Қазақстандағы қазақтардың санын көбейту деген сияқты менің бір жағым олардың солтүстікке келген, елге келгенін қалайды, оны мойындаймын. Бірақ менің тағы бір жағым қазақтың ұлы мемлекет болып қалыптасуын, әлемдік деңгейдегі мемлекет болып қалыптасуын қалайтын тағы бір жағым олардың сол жердегі отырғанын қалайды. Яғни форпост ретінде, яғни белгі ретінде. Жақсы, сіз жаңа өте жақсы айттыңыз. Материалдық жақтары өте жоғары азаматтар, мысалы, көбі. Мысалы, Қытайда өмір сүріп жатқан, Өзбекстандағы өмір сүріп жатқан қазақтардың бірінің жағдайы өте жақсы, салыстырмалы түрде. Бірақ рухани жағынан өте кері кетіп бара жатқаны ол рас. Енді қазаншының өз еркede қайдан құлақ шығарса деген сияқты, онына белгілі бір мемлекеттердегі қазақ мектептердің жабылуы, және мына қазақ литератураның жетпеуі, қазақи ақпараттың жетпеуі, және қазақтардың бір-бірімен араласу мүмкіндіктерінің шектелуі деп білемін. Бұл рас енді, шыны керек. Ал бұл тұрғыда көптеген, менің офисыма көптеген қандастар келеді, олардың да айтатын ойы осы. Балаларым Қытай болып барады, балаларым орыс болып кетті, балаларым өзбек болып бара жатыр деп кәдімгідей мұңын шығаратын азаматтар өте көп. Мен біраз жыл бұрын Моңғолияда болдым. Сонда Баян-Өлгейде қазақтар рас өзінің дәстүрін, тарихын, мәдениетін жақсы сақтаған. Бірақ Ұлан Батырдың Моңғолия астанасының айналасында орналасқан қазақ ауылдары бар. Сол ауылдардың қазақтар тұтастай ақырын моңғолданып бара жатқаны, жастары өз тілін білмейтіні, үлкендері білсе де. Кейбір бір-екі буын алмасқан қазақтар оның арғы аталарын қазақ болғанын біледі, бірақ өздерін моңғол санайды. Осындай жағдайлар да бар. Енді бұл моңғол деген шағын ғана ұлт. Өзі қазақ сияқты тарихы көп ұқсас, мынандай қысымдағы, Қытайдың қысымындағы мемлекет. Бірақ сол мемлекетте тұратын қазақтардың өзі моңғолға айналып жатқан кезде Ресей, Қытай сияқты империялардың аясында өмір сүріп жатқан қазақтар қандай идеологияға тап болып жатқанын, олардың санасы қалай өзгеріп жатқанын елестету өте қиын. Мен тағы бір мысал айтқым келіп отыр. Ресейге байланысты. Ресейдегі қазақтарымыздың бір шамасы ер азаматтар соғысқа барып қырылып қалып жатыр. Олардың жағы неше түрлі тізім шығып жатыр, немесе зираттарының видеолары тарап жатыр. Қазақтардың қабірлері қайтып жатыр, мүрделері қайтып жатыр соғыстан. Енді осындай жағдайда әлбетте бізге үйтіп шетелде құрбан болып кеткенше қазақ жеріне келіп қазақтың санын арттырғаны бізге пайдалырақ емес пе деген жоқ, пайдалысы пайдалы, оны мен нетіп отырған жоқпын. Өйткені елге қазақтың көбірек келгені дұрыс. Жалпы негізі мен былай ойлаймын. Қандас деген қазақ, ол бір белгілі уақытта дер кезінде мына өзге ұлттың идеологиясымен, өзге ұлттың тілімен ауырып жатқан біз сияқты халыққа дер кезінде салынған екпе тәрізді. Қандас дегенше. Қандас деген екпе, ол кәдімгідей дәрі.
мысалы сен өзің ауырып қалсаң, балаң ауырып қалса бір барып тұрып укол салдырады ғой. Сондай бір дер кезінде салынған. Өйткені 1991 жылдардан бері қарай қазақ еліне қоныс аударған қандастардың саны шамамен 1,8 миллионға жеткен. Бұл деген өте үлкен көрсеткіш жалпы. Олардың көбеюі, олардың жаңағы идеологиялық дамуы салыстырмалы түрде жергілікті қазақтан анағұрлым жоғары. Оны өзің де біліп отырсың, өзің де айтып отырсың, жаңағы басқа елді мекендерде өзінің қазақылығын сақтап қалып отырған, сондай иммунитет қалыптасқан. Ондай, мысалы, 1,5 миллиард Қытайдың арасында өзінің қазақы идеологиясын, тілін сақтап отырған адам осында келген кезде бір өзге ұлт өкілінің 10 адамның жанында дес береді деп ойлайсың ба? Әрине жоқ. Оған өйткені ол маңызды емес. 1,5 миллиард Қытайдың арасында, елестетші Арман, 1,5 миллиард Қытайдың арасында сен қазақ болып, қазақ тілін балаңа сіңіріп, қазақы идеологияңды сақтап, дәстүрмен өмір сүріп, қаз-қартаңды асып, бешбармағын жасап, наурызың жасап жүрсің де. Енді ойлашы, анау жақта 1,5 миллиард Қытайдың арасынан келіп, 1,5 миллиард Қытайдың арасында дес бермеген қазақ осында келіп бір 15-20 өзге ұлт өкілін көріп, олардың бірдеңке өзге тілдегі тілін көріп, сақсынады деп ойлайсың ба? Әрине сынбайды. Мен сол үшін оларды жақсы көремін. Сол үшін мен оларға барымыз алып қызмет етіп отырмын ол жақта. Олар бізге керек, бірақ бір жағынан форпост ретінде және де керек деп ойлаймын. Өйткені енді біз қазіргі деңгеймен ғана ойлаймыз. Қайдан білесің, мүмкін біздің 4 түзегінен кейін сенің ұрпағың басқа мемлекеттерді жаулап алғысы келетін шығар. Қазіргі мысалы Трамп мысалы әлемде күш деген нәрсе ең жоғары тұрғанын көрсетті. Мәселе экологиялық бірдеңке идеология анау емес. Сенің кім мықты, сол қожа екен көрсетіп отыр да Трамп қазір. Қайдан білесің, сен 4 түзегінен кейін ұрпағың сол жерлерді қайтып алғысы келетін шығар. Сен оны білмейсің ғой. Сол себепті бір жағынан ол да дұрыс, бір жағынан келген де дұрыс деп ойлаймын мен енді. Бұл менің өзімнің жеке пікірім. Жақсы. Мына бұл күнде ұяты бар адамдарды мазақ қылатын бір әдет дейміз бе, дәстүр дейміз бе, тренд дейміз бе пайда болған. Ұятты адамды ұятмен деп кішкене анау жағы мысқылдайды. Ұятмендер деп. Жалпы ұят, ар, намыс деген ұғым, құндылықтар қаншалықты сақталып отыр деп ойлайсыз қазақ қоғамында осы кезде? Мен жалпы бұлай ойлаймын. Қарын ашқан адам, осы мен Бөргі Байраққа 2017 жылы жазып едім осыны. Мен бүйтіп ойлаймын, қарын ашқан адам кез келген нәрсені жей береді қарын тойдыру үшін. Ол мәселе кімнен алып тұр, қай жерден алып тұр, қай жерде жатқаны қарын тойдыру үшін. Сол сияқты адамды одан да қауіптірек рухани ашығу деген зат бар. Рухани аш адам өзінің жаңағы кеудесін толтыру үшін кез келген идеологияның жұрнақтарын жұта береді. Дәл қазіргі уақытта біздің қазақтардың халқымыздың ішінде идеологиялық тұрғыда біз дүбәра болып кеткеніміз ол рас. Жалпы да. Ана батыстың бір идеологиясы бар, арабтың идеологиясын ол қосып алдық, тағы бірдеңкенің идеологиясын бүйтіп қойыртпақ бірдеңке қазір ішімізде. Ал сол нәрсені түзеуіміз үшін мен ойлаймын, құстыруымыз керек. Құстырып, оның орнына өзімізге бір қазақи идеологияның ортақ, өзімізге тән діні бар, діңгегі бар дүниемізді қайтадан құюымыз керек деп ойлаймын. Жалпы. Біздің ұлттық құндылығымыз бойынша енді біздің орыс болып кетпей, Қытай болып кетпей, араб болып кетпей тұрғызатын дүние ол не? Өзіміздің жеке индивидуумдық қасиетіміз, ұлттық құндылығымыз, ұлттық жеке кодымыз, жаңағы жеті атамыз бар, жаңағы армысың деп амандасатынымыз бар, өзіміздің жеке салт дәстүріміз бар деген сияқты дүниеде біз бөлекпіз. Біз өзбек, біз орыс, Қытай емеспіз біз. Біз қазақпыз. Және біз
бір бертінде ғана пайда болған бір мемлекет бола салсақ жарайды, қолдан жасалған. Біздің сонау 4 империяның ұрпағымыз біз, шыны керек. 4 империяның астанасы біздің елімізде. Ал не дейсің? 4 империяның тікелей мұрагері бізбіз. Алтын Ордаң, Ақ Ордаң, Шыңғыстың империясы, кім Жошының зиратаны бізді ұлтауды. Біз негізі ұлы халықпыз, бізді просто әлсіз деп біздің басымызға құйып тастады. Әртүрлі идеологияға келді деп біздің бір-бірімізді соғыстырып, қырылыстырып, біздің басымызға неше түрлі нәрселер құйып тастады. Ойбай, қазақ деген қонақжай деді, ал кеп төкті өзге ұлт өкілдерді. Ойбай, қазақ деген андай деді, мұндай деді. Ойбай, қазақ қонақ келсе басын береді, қой сойып береді, Кенесарының басын ұстап жетіп деген сияқты әңгімеде. Бас беру, құнды қонақ келсе бас беру керек, бізге осындай дүниелерімізді жұтқызып, өзімізге қарсы пайдаланып, қазір бір-бірімізге соқтырып, қазір дүбәра болып отырмыз. Жалпы негізі мен бағана басында да айттым ғой, бірақ дегенмен біз аса бір мен мына өзіміздің мемлекетімізді, немізді жерге ұрып отырған жоқпын. Біз аса бір әлсіз мемлекет емеспіз. Біз мына Фейсбукта, тағы басқа дүниелерде көп жазды. Ойбай, біз бүйтсек, бүйтіп тастаймыз, бүйтсек, анау-мынау қалпағымен жаулап алады, бірдеңке шекарадан дәрет сындырса топан суғып жібереді деген сияқты сондай бір қуғынбай әңгімелер көп айтылады да, өзінің үкіметіне, мемлекетіне сенбейтін, ұлтына сенбейтін, отанына сенбейтін азаматтар көбейіп бара жатыр да, бізде қазір патриоттық тұрғыдан ше. Бірақ мен ойлаймын, біз үлкен ұлы мемлекетпіз. Біздің ұлтымызды, мемлекетімізді кішірейте беруді доғару керек. Біздің санымыз 20 миллионнан асқан жері бойынша 9-ші орын алатын мемлекетпіз. Ана қырғын салып атқан Израиль бар ғой, жағында дес бермей отырған Израильдің халық саны 6 миллион. Грузияң 4,5 миллион. Армения қанша? Армения бір 3,5 миллион сондай ғана адамда мысалды. Қасымызда о деп отырған Қырғызстанның 6 миллионнан сәл асады осы нете. Біз негізі салыстырмалы түрде дұрыс мемлекетпіз. Біздің өзіміздің теңгеміз бар, өзіміздің шекараларымыз бекітілген, өзіміздің мемлекеттік бір саяси реттелген тетіктеріміз бар. Жақсы, мүмкін кемшіліктер бар. Кемшілік бар, өйткені қайталап айтам, біз 35 жыл болған мемлекетпіз. 35 жыл. Сен де 35 жасында басыңда анда-мында соқтың ғой Аракен. Сен мұна Адырнаны осы мықты деңгейге жеткізу үшін қаншама жерде тер төктің сен, қаншама қателіктер жасадың. Дұрыс па? Бірақ ақырын-ақырындап келіп реттеліп, қазір сенің Адырнаң біздің Қазақстандағы топ 5-ке кіреді. Мысалы. Ал неге біздің мемлекетке де сондай бір мүмкіндік бермеске деп ойлаймын. Мына Алаш арыстары кезінде ұлт үшін құрбан болды. Олардың көрген азабы, қиыншылығын енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қанша том-том шығарма жазса да, кино түсірсе де артық емес. Бірақ алда-жалда сондай қиын күндер бүгінгі ұрпақтың басына түскендей болып қалса, сондай ірі тұлғалар арамыздан іріктеліп шығар ма еді, ұлт үшін құрбан болатын. Қалай ойлайсың? Мен былай ойлаймын. Ұлт деген нәрсе, халық деген нәрсе белгілі бір деңгейде бір организм ретінде елестетемін мен. Мысалы, халық бір организм ретінде. Ресей жеке организм, Қытай жеке организм, Өзбекстан жеке организм. И ол да бір адам сияқты затта деп ойлаймын. Және белгілі бір деңгейде құрып кету сияқты бір сондай қауіптер, тәуекелдер пайда болған кезде ұлт ышқынып өзін қорғай алатын азаматтарды тудырады. Мысалы, осыдан қанша жүздеген жылдар бұрын жоңғар жарты Қазақстаныңды басып алған кезінде ұлтымыз ышқынып құрып кеткен жоқпыз. Бөгенбайды туды. Ышқынып Қабанбайды туды. Ышқынып Райымбекті туды. Сөйтіп сол азаматтар қорғап берді. Одан кейін руға бөлінген сол кезде қазақ бірікті. Ойымды айтты. Бірікті. Бірікті. Неге бірікті? Өйткені жау сыртта. Шекараның сыртында. Белгілі бір ұлтты біріктіру үшін
сырттан бір жау жасау керек. Оны кезінде көптеген мықты нелер пайдаланған, Гитлер пайдаланды, Наполеон пайдаланды, Чингис хан пайдаланды. Путин әлі күнге дейін пайдаланады. Путин де жалпы пайдаланып жатыр, иә. Бірақ менің айтқым келіп отырған ол емес. Белгілі бір уақытта қауіп туған кезде ұлт өзі ышқынып өзін қорғай алатын азаматтар тудырады. Жақсы. Мысалы, одан кейін идеологиялық тұрғыда құрып бара жатқан кезімізде Кенесарыны тудырып, кішкене деген Оспан Батырды тудырды. Осын бергір Совет одағы анау-мынау еткен кезде Алашорда туды. Егер мысалы Алашорда болмаса, Ахмет Байтұрсынов болмаса, мысалы татарлар көп мемлекеттер өздерінің әріптерін жоғалтып алды ғой, жаңағы ә, дегенше. Өйткені олардың Ахмет Байтұрсынов болған жоқта. Ахмет Байтұрсынов келді де бізге кәдімгі ә, деген әріптерімізді кәдімгідей белгілеп беріп кетті. Мысалы, сол себепті біз сонымен нетіп өзіміздің тұнық әдемі тілімізді сақтап қалдық. Мысалы, сондай азаматтар туды. Одан кейін жаңағы 86-та желтоқсан кезінде де жаңағы жігіттер қайраттар сияқты шығып солар тудырды. Ал сен неге белгілі бір сондай бір сәттер туған кезде азаматтардың туатынына сен неге күмән келтіріп отырсың, Алеке? Сен сондайсың ғой. Мүмкін біздің ұлтымыз осы адырнаны жасасын деп сені тудырған шығар. Мүмкін солтүстікке көшті, шекараны бекітіп берсін деп мені тудырған шығар. Қайдан білесің? Біздің еңбегіміз ел бүгіншіл, біздікі ертең үшін. Жалпы. Ахметтің сөзі. Иә, Ахметтің сөзі. Тамаша. Мен де соған сенем. Мына бұл жер Солтүстік Қазақстан жері. Енді керемет тарихмен Абылай хандардың, Алаш арыстарының жері, Мағжанның туған жері. Сонымен бірге ең алғаш жер бетінде, жер әлемінде жылқыны қолға үйретілген жер. Ботай мәдениеті. Бүкіл әлем ғалымдар оны мойындайды, бірақ қазақтар өздері сезіне бермейді оны. Түсінбейді, ұқпайды. Осы жерде қызық бар ғой, сырттан біреу айту керек те. Сырттан айтса да мойындамай жүр ғой қазір Ботайды. Осы жердегі тұрғылықты халық Ботай мәдениетін қаншалықты бағалайды, қаншалықты сезінеді, қаншалықты мақтаныш тұтады. Ең алғашқы осы сол замандағы озық технология ғой жылқы деген. Сол озық технологияны игерген жерде өмір сүріп жатырмыз деген бір тоқ мелсу дейміз, мақтаныш сезімі бар ма жұртта? Жалпы негізі тек қана ат емес. Қымыз, жоқ. Қымыз, не қылған, ашытқан. Атқа жегілетін арбаның да отаны осы жаққа. Жалпы орыста колесница дейді ғой, киноларда көрсетеді. Соның да отаны негізі осы жаққа. Әбден мүмкін. Сезінген кезде енді қалай? Бұл бар нәрсе де. Жаңағы, яғни, бар нәрсені сен, мысалы, сенің шашың бар ғой, менің шашым бар деп айтпайсың ғой. Сол сияқты зат деп ойлаймын. Сол себепті бұл жақта қалыпты жағдай деп қарайды. Қалыпты жағдай ретінде көреді ол нәрсе. Біз ұлымыз, арғындар мықты, керейлер мықты, көш мәселесі пайда болғаннан кейін мына жаққа ақырындап наймандар келіп жатыр, басқа да қыпшақтар, ұлы жүз өкілдері бәрі келіп жатыр. Бұл қалыпты жағдай деп ойлаймын. Өйткені әрбір, енді біздің солтүстік Қазақстан облысының шынымен идеологиялық тұрғыда біздің мына қазақтың қазақ болып қалыптасуына үлкен үлес қосқан елді мекен бұл солтүстік Қазақстан. Жақсы, неше серіні білесің сен? Серілердің атын айтып шықшы. Қанша сері білесің? Мысалы. Біржан Сал, Ақан сері, Жайылмысы, Үкілі Ыбырай, Мәди, Мұхит. Енді біразы бар. Ақан сері осы жерден 90 километр жерде жатыр. Үкілі Ыбырайдың ауылы осы жерден примерно 130 километр жерде. Сосын жаңағы Балуан Шолақ, Біржан Салдардың бәрі осы жақта жүрген. Мына жерде Сарытомарда Мағжан Жұмабаев жатыр. Мағжан Жұмабаевтың туған жері мысалы. Ғабит Мүсіреповтің туған жері ар жақта. Шоқан Уәлихановтың қонысы міне. Кенесарының қаншама жаңағы ұлт азаттық күрестері осы маңайда өткен. Өзің айтып отырған Ботайың да осы маңайда. Шал ақын, Құлөке батыр. Жалпы негізі Абылай ханның мықты бір оң қолы болған Құлөке деген. Өлер кезінде
өсиет қалдырған екен ханымның жанына барып жатайын деп. Абылай хан жалпы Абылай ханның ордасы мына жерде 150 километр жерде Бурабай хан ордасы мысалы. Сол жерде саналған бұрын сол жерде хандық құрып, хан ордасы болған Бурабайда. Одан кейін қайтыс боларының алдында Түркістанға барған. Түркістанға қазір Қожа Ахмет Яссауидің зиратында жатыр. Біздің мына жерде Құлеке деген батыр өзінің ұлы Шал ақынға, Шал ақынның термелерін сіз көп тыңдады деп ойлаймын. Мейрамбек Беспаев көбінесе Шал ақынның термелерін айтады. Соның ұлына өсиет қалдырған, мен өлсем ханымның жанында жатайын, Абылай хан жаны жерле деп. Сол кезде Шал ақын соның өсиетін қабыл алып, кәдімгідей аттап, күндіз ыстық кезде жерге көміп, түнде салқынмен жүріп отырып, аман есен Түркістанға жеткізіп, Қожа Ахмет Яссауидің қасына Абылай ханның жанына жерлеген. Сондай мықты өкілдер мына жақта енді көп. Бұл бір сондай бір құнарлы топырақ. Ал құнарлы топырақтан сондай бір дәндерді шығару үшін сол дәннің бұлақ көрсең бетін аш дейді ғой. Сол бұлақ көрсе бетін ашатын адамның саны аз болып тұр да қазір мына жақта. Неліктен мұндай болды? Тарихта қарасақ, шын мәнінде осы территорияда ашаршылық, қуғын-сүргін, репрессия қатты жүрген. Иә. Анау Абай туған жер, Тәттімбеттің жайлауы дегелен солай. Абай туған жерде полигон. Міне. Осы жағдай, былайша айтқан кезде бір қасақана халықты бір жер бетінен жойып жүру, қазақтың ең бір құнарлы жерлерінен қазақты жойып жүру бір саясат жүрген сияқты. Жалпы негізі өзіңіз қарап отырыңызшы міне. Ыбырай Алтынсарин қай жерде туған? Қостанай жердеміз. Ахмет Байтұрсынов Қостанай. Әлихан Бөкейханов Павлодар, Сұлтан Махмұт Торайғыр, Мағжан Жұмабаев, Ғабит Мүсірепов, Мыржақып Дулатов. Өңшең сондай қазақи идеологияға үлкен үлесін қосқан азаматтардың көбі суық белдеуде дүниеге келіп, суық белдеуде қалыптасқан. Былай қарап отырсаңыз. Жалпы негізі солтүстік Қазақстан өңірлерінде өзіңіз дұрыс айтып отырсыз. Бірақ бұл жерде бір біздің ұлттық жаңағы сенімімізге, идеологиямызға сіңіп қалған нәрсе бар. Солтүстік Қазақстан өңірлерін біздің қазақ жайлау ретінде көрген, атам заманнан. Жайлау ретінде көрген. Жайлауда осы жақтарда өмір сүрген жазда, қыста бүйтіп ақырындап кішкене жылы жаққа қарай ауысқан. Көшпендіміз ғой, бүйтіп отырған. Соның бір күні қыстағына кетіп қалып, жазда жайлауына келіп қалса, анау жерде біреулер бірдеңке салып атқан қамал. Біздің малымызға тиіспесін деп жүре берді ме екен, сондай бір дүние болды ме екен. Сөйтіп мына жақта көптеген бекіністер пайда болды. Оны өзіңіз білесіз. Одан кейін жаңағы ашаршылық мәселесі бойынша да. Одан кейін негізі жалпы 1991 жыл тәуелсіздік алған жылдары бізде солтүстік Қазақстан облысында 1 миллионнан астам адам өмір сүрген деп айтылады, деседі. Бірақ қазіргі санақпен есептеген кезде соның 50% ғана қалды. Неге? Негізі бір жағынан бұл дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Өйткені қара, біз Совет одағының бөлініп тәуелсіздік алып шыққаннан кейін көптеген елдер өздерінің тәуелсіздіктерін алды, Қазақстан сияқты. Одан кейін көптеген этникалық өзге ұлт өкілдері өздерінің этникалық отандарына қайтты. Украиндар Украинасына, германдықтар немістер, көп чечендер болған бұнда, олар жаңағы Грузиясына кетті деген сияқты әңгіме. Орыстар Орсияға кетті. Сөйтіп бұл жерде адам азайып қалды. Одан кейін кезінде Назарбаев мына жерде орталықта елорданы салды. Елорда салған кезде жан-жағындағы біраз қанды өзіне тартып алды. Жалпы негізі дәл қазір уақытта солтүстік Қазақстан облысына неге адам аз деген кезде, солтүстік Қазақстан облысынан адам неге кетіп жатыр деген сұраққа жауап беруіміз керек. Жалпы бағана өзіңіздің сөз басыңызда айтып қалдыңыз, ірі мегаполистерге адамдар жиналып кетіп жатыр. Урбанизация. Урбанизация деген зат ол әлемнің барлық жерлерінде болып жатыр. Тіпті әлемнің жаңағы экономикалық жағынан алдында болып тұрған Канада, Дания сияқты елді мекендерде бәрінде болып жатырған зат ол. Ал біз оны толыққанды жеңеміз деп тағы айта алмаймыз. Өйткені халық дамығысы келеді. Дамиды.
Сол себепті бірақ дәл қазіргі уақытта бізде мүмкіндіктер бар. Біздің осы солтүстік өңірдегі босап қалған көптеген жерлерге оңтүстік өңірден осы жақтың ресурстарын пайдаланатын азаматтарымыз көшіретін болсақ, онда белгілі бір уақытқа дейін өзіміздің деңгейімізді ұстап тұратын шамамыз бар деп ойлаймын. Бір оқпен 3-4 қойын алатындай. Енді тәуекелдің болашаққа жоспары қандай? Алдағы мақсаттарыңыз, даму стратегияларыңызбен бөліссеңіздер. Менің бір арманым бар. Дәл қазіргі уақытта шеттен келетін қандастарды конкретно осы уақытқа дейін жаңа кішкене болса да жол көрсетіп сөйтетін бір-екі қоғамдық ұйым бар. Біреуі Дүниежүзі қазақ қауымдастығы, біреуі Отандастар қоры. Бірақ өкінішке орай заман талабына сай екеуі де қазір өзінің актуалдығын жоғалтты, әлсіреді. Бізге мына қандастарды елге жинайтын тағы бір мемлекеттік деңгейде, әлем деңгейінде бір үлкен ұйым керек. Менің басты бір қиялымның бірі сондай бір ұйымды құру. Ол әрине тәуекел болмайды. Біз тәуекел ұйымы, біз тек біздің басты мақсатымыз солтүстік өңірлерге адам қоныстандыру барымыз салып. Және осы тәуекел ұйымымен тағы басқа ұйымдарды осы көш мәселесімен айналысып жүрген, басқа да ұлттық дүниелермен айналысып жүрген ұйымдардың бастарын қосып, үлкен коалиция құрып, соны бір үлкен мемлекеттік емес ұйым қылып жасағым келеді. Сол арқылы осы Қазақстанға келетін қазақтардың сандарын анағұрлым арттырып, немесе сол жақта өмір сүріп жүрген қазақтарға барынша мүмкіндік, идеологиялық түрде көмектер көрсететін дәрежеге жеткім келеді. Менің үлкен арманым осы. Және болашақта осыған жетеміз деген ойдамын. Оқырмандарға да қызық деп ойлаймын. Жеке сұрақ қойсам, мына сіздің образыңыз бүгінгі заманауи образдарға келе бермейді. Енді сол осындай сақал қойып жүруіңіздің себебі неде? Анау рабочий, не рабочий деген сияқты ғой. Мен сақалым істемейтін сақал. Ол сақал еркенен шыққан сақал деп айтуға болады. Бірақ бұның бір стратегиялық, тактикалық түрде орны бар сақал. Мысалы, өзіңіз елестетіп көріңізші, мен сақалсыз. Солтүстікке көш десе мен көрттен бірі болып қаламын да. Бірақ қазір мен осы сақалымның арқасында бурахан болып қалыптастым қазір. Мен солтүстікке көштің осындай бір жақсы дәрежеге жеткізуінің осы сақалымның арқасы деп ойлаймын. Сақалымыз алынбалы, салынбалы емес. Бірақ бастысы не болса да өзіміздің қолымыздан келгенше дүниені жасап жатырмыз деп ойлаймын. Сол себепті бұл сақалға белгілі бір деңгейде діни жаңағы статус беріп, белгілі бір идеологиялық тұрғыда статус беріп ештеңе керек емес. Бұл бір бураханның басындағы шәпкі деген сияқты бір қалай айтсам болады, бір стильдің бір бөлшегі деп қарасаңыздар әбден болады. Назар аудару тетігі десеңізші, халық. Дәл айтасыз. Бәрекелді. Енді көптеген мәселелерді қозғаған сияқтымыз, меніңше. Егер сіздің ойыңызда бір қандай да бір айтқыңыз келіп жүрген, елге жеткізгің келіп жүрген пікіріңіз болса, айтылмайған не болса, рұқсат айтсаңыз болады. Жалпы Арман мырза, уақытыңызды бөліп, осындай бір керемет дүниеге шақырып, ішіміздегі жаңағы дүниелерімізді сұрап, халыққа жеткізіп отырғаныңызға көп рахмет. Енді халыққа айтар болсақ, не айтайық? Былай ғой. Құрметті ағайын деймін де. Жалпы біз айтамыз, мына үлкен Орасан жер, әлемдегі 9-шы орында алатын үлкен жер, қазақтың жері дейміз де. Бірақ жан басымызда 1 гектарда жер жоқта көбіміздің. Мысалы, сіз көріп отырсыз, сіздің артыңызда неше гектар жеріңіз бар? Неше гектар жеріңіз бар да, мысалы, сіздің? Біздің бір кемшілігіміз осы. Қазақтың жеріміз дейді, бірақ артымызда 1 гектарда жеріміз жоқ. Солтүстік Қазақстанға көш мәселесі мен неге бүйтіп айғайлаймын? Мен сіздерге айтарым, мына оңтүстік өңірлерде 2 миллион адам өмір сүріп жатқан, мына Алматыда немесе 2 миллион адам өмір сүріп жатқан Шымкент, Түркістан аумақтарында миллионға жуық адам өмір сүріп жатқан Қызылорда жақтарда жер алу мүмкіндігі, жер иелену мүмкіндігі өте төмен. Мен сіздерге айтарым,
Біздің солтүстік Қазақстан облысында 100 мыңдап, 200 мыңдап жер иеленіп отырған өзге ұлт өкілдері бар. Қысқасы айтқанда, олардан қай жеріміз кем? Сіздерге айтарым, солтүстік Қазақстан облысына келіп, осы орасан жерді иеленіп қалуға тырысыңыздар. Келіңіздер, жер иесі болайық. Жер ұрпақтан ұрпағымызға қалсын. Сіздің мысалы қазір 5 балаңыз болса, әрқайсысына 1-1 гектардан мұраға жер қалдырып, сол жердің өнімін алдыруға үйретіңіз. Ауыл шаруашылығы деген ол кез келген уақытта керек нәрсе. Өйткені ет, сүт, нан өнімдері, бидай өнімдері бізге қай уақытта болса да керек. Сол себепті ауыл шаруашылығы өнімдерінде береке бар. Ал сол берекені пайдалану үшін сіз солтүстік Қазақстан облысына көшіп келіңіз. Дәл қазір уақытта Құдай да көмектесіп, үкімет те көмектесіп тұрған кезінде осы бір сәтті пайдаланып келіп қалсаңыздар, бәрі жақсы болады деп есептеймін. Келіңіздер ағайын, тәуекел, теріскей бізге аманат. Рахмет сіздерге. Лайк басып таратып отырыңыздар осы видеоны. Бәрекелді. Көп рахмет. Мына сіздің еңбегіңізге табыс тілейміз. Осы ел мен жер үшін жасап жатқан жұмыстарыңыз үлкен нәтиже берсін. Жеңісті күндері жолығайық. Ардақты Адырна ұлттық порталының көрермендері, бүгін бізде қонақта болған тәуекел ұйымының жетекшісі, ел мен жер деп солтүстікке көш мәселесін қозғап жүрген Бурахан Дахан мырза, біздің Адырнаға жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алаштың Адырнасы тартулы болсын. Сау саламат болыңыздар.